Сәлем достар, қалайсыздар менің родноларым достар. Бүгін менде жатым қыздың 3-ші сериясы достар, яғни соңғы сериясы достар. Ұнаса тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Ал мен киномды бастайын. Бәрі ұйықтап қалды ма екен? Қарап келейін. Егер ұйықтап қалса, қашып кетемін. Ұйықтап қапты ғой. Маманы қарап келейін. Мама да ұйықтап қапты. Жарайды, мен кеттім. Мына қыз кім түн жарымда келген? Бұл жақта менен басқа ешкім болмаушы еді ғой. Қарап келейінші. Бекүнә қыз, саған не болды? Байғұс ау. Мені ата-анам жақтыртпайды. Ата-анаң бар ма? Жоқ, мен жетіммін. Мені күтегенде ата-анам жасап кеткен. Мені бір отбасы асырап алды. Бірақ маған әпкем де анам да бүгін ұрысып берді. Мен анамның бөлмесін жинап қойғанмын. Енді ол жұмыстан келіп ұйықтайын деп жатса, бөлме шашылып кетіпті. Байғұс қыз ау. Бірақ бұл жақта жататын ешқандай жер жоқ. Сонда да мына бар екен, айтпаңызшы ешкімге, ә? Жарайды. Жақсы, рахмет сізге. Мен тіпті тұрып та ұйықтай беремін. Жақсы. Бекүнә қыз не көрмеді? Мен сонда олар жинау үшін ғана асырап алды ма екен? Мен ұйқым қатты кеп жатыр. Мына жақ сап-салқын үшеме футболкамен шығып кеттім ғой, көктем айы. Наурыз айында салқын болады. Сол бір шөлдеп кеттім. Не бар екен аяқта жейтін? Бір жағын ұйқым да қатты ашылып тұр. Ақша бар екен. Еще су бар екен. Ішейін. Бірақ маған көп ішуге болмайды. Өйткені таусылып қалса, тағы жаман болады. Қанша теңге? 500 теңге. Ана қыздікі шығар онда. Мен қатты ұйқым кеп жатыр. Жарайды, мен тұрып та ұйықтай беремін. Бірақ мына жақ қатты салқын екен. Қорқынышты прям. Жарайды. Көзім бара жатыр. Таң болған ба? Қой құрсын, таңғы асымды ішіп, қыздарды оятып, жұмысқа кетейін деген бүгін. Нәрін кеп кете берейін. Кеттім. Анел қызым, тұра ғой. Мам, неменеге ерте оятып алдыңыз? Қызым, Айлинді көрмедің бе? Жоқ, көрмедім. Бөлмесінде жоқ қой. Білмеймін, жүрген шығар далада. Жарайды. Тамағыңды дайындап қойдым, іше бере ма? Иә. Тұра ғой енді. Бетоны жуып ал бар. Иә, мам, барынша. Арада 6 сағат өтті. Сағат 18 болды. Мына қыз қайда кеткен? Даланы қарап келейінші. Далада да жоқ. Қайда кетіп қалған? Мамаға звондап көремін мұнда. Не болды қызым, неге мұңайып отырсың? Сен үшін жұмыстан сұрағым шықтым ғой. Мам, Айлин жоқ. Уже сағат 19 болды ғой. Бана 18-де даланы подъезд бәрін іздеп келдім. Қалайша жоқ? Солай жоқ, білмеймін. Жүрші тағы даланы қарап келейік. Сәлеметсіз бе, не болды? Не керек? Бір қызды көрмедіңіз бе? Шашы бір қысқа, бір ақ бірдеңе тағып қойған, бір футболка киіп кеткен, гүлма сондай. Білмеймін, түнде бір қыз жылап келді. Сіз айтқаныңыздай, ол болмаса білмеймін, бірақ қарап көріңіз, жүріп көрсетем. Жарайды, жүріңізші. Осы ма? Иә, осы ғой. Тұра ғой, қыз тұр. Ау, не болды? Неге келдіңіздер? Қызым, бізді кешірші.
біз саған көп ұрысып қойдық, кешірші жаным сол. Иә, Айлин, мені де кешірші, мен саған көп қорлық көрсеттім. Анашым, негізінде мен де мойындай салайын, мен сіздің бөлмеңіз алдында әдейі шаштым. Айлинге жаба салдым.